Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге зейнетақы рәсімдеу кезіндегі 5 негізгі қателікпен таныстыра кетейін. Бұл видео болашақ зейнеткерлерге қатысты. Ең бірінші қателік, зейнетке шығатын кезде құжаттарды тексермей тура сол күйінде өткізе салу. Бұл дегеніміз сіздің құжаттарыңыздағы ақпараттарды оқымай, солардың дұрыстығына көз жеткізбей, тексермей өткізе салу. Яғни ол жақта түзетулер қажет па, мүмкін архивтен анықтама қажет шығар, соны тексермей өткізе салған жағдайда еңбек өтілі расталмай қалады. Нәтижесінде аз зейнетақы тағайындалады. Екінші қателік, еңбек кітапшасы, диплом, әскери билет және тағы да басқа да еңбек өтілін растайтын құжаттардағы жазулардың дұрыстығын тексермеу. Яғни сіз туралы ақпарат қатемен жазылса, оған архивтен анықтама алу қажет, немесе түзетулер болған жағдайда тағы да архивтен анықтама қажет. Осыларды ескермеген жағдайда еңбек өтілі азайып, аз зейнетақы тағайындалады. Үшінші қателік, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында қатарынан тұрған кез келген 36 айлық зейнетақы аударымдарының суммасы жайлы ақпаратты білмей, кез келген жылды таңдай салу, ол сіздің тікелей зейнетақы мөлшеріне әсер етеді. Зейнетке шығатын кезде қатарынан тұрған 36 айлықтың суммасы сіздің болашақ ынтымақты зейнетақының мөлшеріне тікелей әсер етеді. Сол себепті бұл сумманың сол шығатын жылға сәйкестендіріп реттеу қажет. Бұны реттеген жағдайда жақсы зейнетақымен шығасыздар. Төртінші қателік, зейнетақы рәсімдеуге алдын ала дайындалмау. Әлі уақытым бар деп, үлгерем деп ойлау. Бұл дегеніміз кейде құжаттар жоғалып кеткен жағдайда архивтен де анықтама ала алмайтын кездер болады. Ол кезде соттың шешіміне жүгіну керек. Ол уақыт алады. Сол себепті зейнетке шығар кезде құжаттарды алдын ала дайындау қажет. Егер жасамаған жағдайда сіз қаламаған зейнетақы мөлшері тағайындалады. Бесінші қателік, болашақ зейнеткер жеңілдетілген санаттан болса, оған көп зейнетақы тағайындалады деп ойлау. Бұл көп балалы аналарға қатысты, мүгедектігі бар кісілерге қатысты ақпарат, және сіздерде стаж көп болғанмен, яғни еңбек өтілі көп болғанмен, табыс көзі аз болғандықтан көп зейнетақы тағайындалмайды. Осыны ескеру керек. Сол себепті сіздерге де алдын ала зейнетке дайындалу қажет. Назарларыңызға көп рахмет. Мен каналыма тіркеліңіздер. Зейнетақы бойынша консультация мен WhatsApp нөмірімді хабарлассаңыздар болады. Сау болыңыздар.